Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз 4-ші сынып 22-ші сабақ және 3-ші тоқсан өтеміз. Сабақтың тақырыбы қорытындылау. Бүгінгі сабаққа мен сіздерге бір мақал-мәтел оқып бердім. Алған білімді қорытындылайсың. Ал енді бірінші тапсырмаға қарайық. Бірінші тапсырмада бізде осындай есеп тұр. Осы есепті шығарамыз. Түрлердің жалпы саны бізде сүт 40, 180, біріншісіне 180, екіншісіне 40, пайыз 22, пайыздағы бөлшек түрінде жаз 22, 100. Міне сіздерге пайыздағы бөлшек түрінде жаз 22, 100. Ал енді құстар. Екіншісінде бізде түрлердің жалпы саны, біріншісінде 500, екіншісінде 43, пайыз 8, пайыздан бөлшек түрінде жаз 8-де 100. Ал енді балықтар. Біріншісінде түрлердің жалпы саны 104, балықтар. Екіншісінде қорғауға алғандағы 16, пайыз 15, пайыздар бөлшек түрінде жаз 15-де 100. Түсінікті ме балалар? Онда келесі тапсырма. Енді екінші тапсырма. Бірінші сызбада CD кесіндісі AB кесіндісіне қандай бөлігі құрайды? Балалар, осы жерден сіздерге уақыт беремін. Балалар, санаңыздар ма? Жарайды, сіздерге айтып көрсетейін. CB кесіндісі, AB кесіндісі қандай бөлігін құрайды? Әрине, 7-тен 4 бөлік құрайды екен. Екінші сызбада AB кесіндісі CD кесіндісінің қандай бөлігін құрайды? Балалар, уақыт берейін сіздерге кішкене ойлануға. Санаңдар осы жерде. Жарайды, сіздерге осы жерде көрсетіп қойын. Және де бізде 10-нан 7 бөлігін құрайды екен. Ал енді үшінші тапсырма. Ал енді 3-тің асы. Сіздерге оқып берейін. 2 пойыз бір-біріне қарама-қарсы жолға шықты. Біреуі барлық жүретін жолдың 5-тен 2 бөлігін. Ал екіншісі 100 км жүріп өтті. Егер 2 пойыздың қашықтығы 250 км болса, кездескенге дейін қанша километр жол жүруі тиіс? Шешуінде біз 250 бөлу 5, көбейту 2 тең болады 100. 100-ге 100-ді қосамыз 200. 250 азайту 200 тең 50. Жауабы 50 км жол жүруі тиіс. Ал енді көрейік. Қандай тапсырма бар осыдан кейін? Не балалар, 4-ші тапсырманың шешуі. Осыны жазып алып, өздерің шарттардың жауабын жазатын боласыңдар. Ал енді біз 5-ші тапсырмаға қарайық. 5-ші тапсырманың жауаптары. Ол үшін біз 135, 140 азайту жақша 85, 140 қосу 16, 140 азайту 9, 140 тен 25-те 140. Келесі 32, 300 қосу 25-те 300. Азайту жақса 99-да 300, азайту 86-да 300 тен 144-те 300. Алынды 6-шы тапсырма. Міне 6-шы тапсырмалардың шарты, шешуі, жауаптары жазылған. Сізге оқып берсем болады. Бір Т азайту 83 килограмм, белгісіз 996 килограмм. Шешуі бір Т тен 1000 килограмм. Бір тонна 1000 килограмм дейді. 996 бөлу 83-тен 12 көбейту 1000 тен 1200. Жауабы 996 килограмм. Мүмкіншілік алу үшін 1200 килограмм сүт қажет. Енді келесі тапсырма. 7-ші тапсырма шешуі. 300 көбейту 8-тен 24 аяқ көмекшілер, 5 көбейту 6 тен 30 аяқ
қоныздар. 24 қосып 30 тең 54. Сонда балалар 54 аяқ барлығы жауабы 5 қоныз шумекші. Бірақ сіздерге балалар оның нәрсесін оқып бермеппін. Тан сіздерге қазір оқып беремін. Жарайды ма? Қазір бұны іздеп алайын кітаптан балалар. Хайуанаттар бағында бунақ денелер бөлімде 8 қоныспен өрмекші бар. Олардың барлығында 54 аяқ бар. Егер қоныздан 6 аяғы өрмекшінің 8 аяқ болса, бөлімде әр қайсынан қанша бунақ денелі бар көрінер ме? Онда ең соңғы тапсырма қалды. Міне балалар, 8-ші тапсырма. 8-ші тапсырмада есепті шығар, бұл үй жұмысы. Үй тапсырмасы. Хайуанаттың барында жануарлар үшін бір бригада 7-ден 10 тонна, екіншісі одан 3-тен 10 тонна кем көгініс жинады. Барлығы қанша килограмм көгініс жинады. Сіздерге жазып көрсеттім. Осыны өздеріңіз жазып алыңдар. Сіздерге осы мен барлық есептер көрсеткеніме жақсы болдым. Балалар, бүгінгі сабаққа назарларыңызға рахмет. Көп сау болыңдар.